Абайдың мына өзінің несі. Қолжазбасы ма? Бұның ішінде Мүрсейіттің жазбалары бар, Абайдың аузынан естіп отырып жазғандары бар. Абайдың өзінде жазғандары бар екен ішінде. Бір-екі қағаздар бар. Мынаны сақтау үшін мазаратта сақтаған ғой. Мазаратты кәдімгі әбден орап Көмген ғой. көмген. Ашаршылық жылдары Бала шағаларын аманаттап кеткен. Кейін солар қазып алып академияға кетіп берген ғой. Енді бұл кітапты дайындап болды. Қолдау сұраған, ешқандай қолдау жоқ. Ардақ Назаровқа Абекең арқылы шығып, Ардақ осының бүкіл шығынын көтерген ғой. Ой, Алла разы Бәрі өзі көтеріп 2000 данамен тегін шығарып берді. Бұл кісінің қолына 1000 дана берді. Өзі тегін бір тиын сұраған жоқ. И бұның жағы презентациялардың барлық шығындарын ары бері қалалардағы бәрін өзі көтеріп отыр. Осыны айту керек қой мысалы. Ана Ардақ жаман айтып. жоқ, Ардақтың мынау еңбегін шайтандар өмірі кешпейді ғой. Қияметке дейін кешемейді ғой. Мынау біздің Бұл ақиқат қой, ақиқатты көре алмайды ғой. оянғаны біраз адамға керек емес болып тұр ғой. Ал Абайдың шығармашылықтарын бәрі ояту ғой. Мен қазір қара сөздерін кірсем бәрі ояту ғой. Тек оятуға шақырады. Басқа вариант жоқ ол жерде. Кәсіпке де, білімге де, ғылымға да, өнерге де ояту, тек қана ояту. Тамаша.